Естай елден безіп, төрткүл дүниені теңселткен террорлық топқа қосылғандардың бірі. Тұтас бір мемлекеттің тозып, халқының босып кетуіне үлес қосты. Қарулы қақтығысқа қатысты, жараланды, соғысқа жарамсыз боп қалғанда қудаланды. Оның соңғы бір жылы тұтқынға түскен лаңкестер лагерінде өтті. Бұл сол абақтыда түсірілген эксклюзивті кадрлар. Орынбаев Жусан арнайы операция аясында елге оралды. Білегіндегі кісен шешілместен тергеу изоляторына аттанды. Екі мың 14 жылдары, 2013-те мен өзім жеке цех аштым, жеке кәсіпкер болдым. Ішімізде бір адам болды, как старший ретінде сол ғой, енді в основном көп сол радикалды жөнінде айтқанда, сүйрер жөнінде сол уағыздап, адам деген адасқан кезде оның көзі соқыр болады. Естайдың жақын досы Ренат Тілемісов. Бірі экономист, екіншісі заңгер. Екеуі де мамандықтары бойынша жетістікке жетпеді. Есесіне экстремистік идеологтардың уын жұтып, радикалдану жолына түседі. Бұл кезде Сирияда тұтанған соғыс оты тұтас бір аймақты шарпып жатқан еді. Егеш, сол уақытқа олар ең бірінші ғана өздері объявлять етті ғой. Біз міне халифат құрды деген. Сонда ең бірінші есімде маған видеосына келіп көрсеткені. Адамдар слабый место деді ғой, женщины. Келіншегімді мен енді өзім заставлять етті деген сияқты. То есть сол уақытта ғана ақсы болады деп көндіріп деген сияқты. Намазға мектепте оқып жүрген кезде келдім. Құрбым сол бастады, 9-шы класста. Жолдасым саудамен айналысатын, сол кісіде жұмыс істедім. Сатушы болдым. Кейін содан кейін біраз сөйлесіп келдік. Дарын бар, кейін уже Делмираттың солардың нелерін тыңдап бастадық. Назира Бухолет деп. Ата-анамыздан ешқандай рұқсат, еш нәрсе алған жоқпыз. Енді оларға айтсақ, енді қарсы болатын белгілі болғасын айтқан жоқпыз. Діни сауаты жоқ жерлесіміз аз уақытта көзі қызарған фанатқа айналады. Террорлық топ көсемен пір тұтып, халифат үшін шайқасамыз деп шешеді. Надандыққа ноқталанып қараңғы қапасқа шарғалады. Отанын, отбасын тастап, лаңкестерді аңсап, елден кетеді. Тіріма өліме сондай бір қабырға кеткенде отырдым мен. Сирия деген мемлекеттің бар екенін білмейді екен. Мысалға, өзім изгой сезіндім, жаңағыдай қылайын. Мен балам кетіп қалды, менің балам неге сондай. Солай неге? Дін деген 4 қабаттан тұрады: діни сенім, діни сана, діни таным және діни тәжірибе. Сол діни тәжірибеге қарайтын болсаңыз, біздің діни таным қалай қалыптасқандығын біз содан көре аламыз. Сол 7-ші ғасырдан бастап Абайға дейінгі аралықта діни тәжірибеде біздің топырақтан кімдер өткендігін, қандай ғұламалар өткендігін, қанша еңбек қалдырғандығын ашып келіп қарайтын болсаңыз, діни танымның сабақтастығы, дәстүрдің сабақтастығы, ұрпақтар сабақтастығы бәрі көрініп тұрады. Естайда жанындағы серігі де қару асынып соғысқа қатысқандарын мойындап отыр. Тек содырлардың исламның ғылым мен білімге шақыратын прогрессивті жағын сыпырып тастап, дойыр догмамен айналасына айбат шегіп, шектен шыққандарын көргенде райларынан қайтады. Сол үшін жазаланды да қапасқа қамалып азапталған. Қазақша айтқанда құл сияқты да, то есть, как просто использовали, да, просто людей. Соғыспасаңдар жаңа екінші рет жаңа как бы түрмеге кетсеңдер, убьем давай, да, короче, өліп кетсеңдер. Шығасыңдар, соғысасыңдар. Өмір мен өлімнің арасы ғой, сені любой момент келіп жаңа алып кетеді сені. Просто убьет тебя, да. Мойындаймын енді ер жігіт өзінің істеген қатесін басымен көтеру керек та. Ақсырға айтарым жаңағы более быть бдительным, да, интернет-роликтерге өте абай болсын. Халифаттың жоқ екендігіне көзіміз жетті. Өздері енді жылы жұмсақ жерде отырып тәтті тамақ жеп отқан кезде біздер аш отырдық, шын керек. Нан болмай жаңағы.
отруби дейді ғой, сондайларда қуырып жеп деген, шөп теріп жеп. Енді нағыз мұсылмандар болса, енді ондай зұлымдыққа қаншама балдар қырылып қалды сол аштықтан. Мемлекетімізге енді көп алғысымды білдіргім келеді. Біздерде жаңа тастамай өткен жерде. Естайдың отбасы Ақтөбеде, ал өзі қылмысын мойындап 8 жыл жаза арқалады. Үкіммен келісті. Түрмеде теологиялық сабақтарға қатысып жүр. Қуаныштымыз ғой енді, үкіметке де рахмет енді. Все-таки оңай емес қуаныш Сириядан адам алып келді. Терроризм, жаһанға төнген қауіп, ислам әлеміндегі талай елдің ойранын шығарып дамуын тежеді. Естай сол зұлым күштің құрығына ілініп кеткеніне қынжылады. Өзгемен емес, өзімен күресуде. Бұл ол үшін күрестердің ұлысы. Жеңетінде, жеңілетінде өзі. Ислам дінінде ең бірінші парыз ол өзінің отбасы мен келесі ата-анам. Менің өзімнің әкем қайтыс болып кеткен. Тек ойлайтын сол, тек соған тек кешірім сұрап үлгере алмадым да. Сол мұсылман адам ол өрнек сияқты болу керек та, жаңа бүкіл адамға мейірім ретінде өрнек бола білу керек, жақсы жағынан деп ойлаймын.